Кәсіпкер кәсіппен тек ақша табу үшін ғана айналыспайды. Өмір бойы біреудің қолдауы мен демеуін тосып жүретін адам ешқашан дами алмайды. Өміріңде бірдеме сатып көрдің бе? Ұялшақ және ынжық адамнан кәсіпкер шықпайды. Тәуекел түбі жел қайық, мінесіңде өтесің дейді біздің дана халық. Егер жақсы өмір сүргің келсе, сен тәуекелге бел байлай алуың керек. Көптеген адамдар күнкөріспен ғана жүреді. Өмір сүру мен күнкөрістің арасында үлкен парық бар. Тәуекелге бел байлап, өз тағдырын өзінің қолына алып, өзінің болашағын өзі жасай алмаған адам күнкөріспен ғана жүреді. Оның өмірі ұзақ, өлу деп атаса да болады. Жалғыз жалау жалтылдап, тұманды теңіз төрінде, жат жерде жүр, не тыңдап, несі бар туған жерінде? Ойнақтап толқын жел гулеп, майысар діңгек сықырлап, ол жүрген жоқ бақ іздеп, қашпайды бақтан бойырлап. Астында дария, көк майдан, үстінде сәуле алтын күн, қарашы, ол бүлік құдайдан, сұрайды дауыл күндіз түн. Лермонтовтың жалау деген өлеңін Абай атамыз осылай аударған екен. Осы өлеңді оқыған кезде маған үнемі кәсіпкер көз алдыма елестейді. Кәсіпкер деген кім? Кәсіпкер кәсіппен тек ақша табу үшін ғана айналыспайды. Олар өзінің жеке басының еркіндігі үшін жасайды. Кәсіпкер өз ойын басқа адамдарға қарағанда қысқа да нақты айта алады. Маман мен кәсіпкердің айырмашылығы. Маман өзіне, менің қолымда не бар? Қалай кездесетін қауіп қатерді азайтсам болады деген сұрақтар қояды. Ал кәсіпкер өзіне қандай мүмкіншіліктер бар? Одан қалай табыс тапсам болады? Маған қандай ресурстар керек деген сұрақтар қояды. Кәсіпкер кім? Кәсіпкер кездескен қиындықтар мен белгісіз жағдайларды жеңу үшін өзін өзі қуаттандыра алады. Ол біреуден қуат күтпейді, біреуден мотивация күтпейді. Өмір бойы біреудің қолдауы мен демеуін тосып жүретін адам ешқашан дами алмайды. Кәсіпкер бастаған ісін міндетті түрде аяғына дейін жеткізе алады. Кәсіпкер кім? Кездесулерге, адамдарды жұмысқа алып шығаруға, іс сапарларға, қонақ үйлер мен әуежайларға қосымша ешкімнің көмегінсіз бәрін нөлден бастап барлық жауапкершілікті өзіне ала алатын адам. Бір адамның басындағы салмақты 2-ге 3-ке көбейтіп көріңіз. Осы салмақты көтере алатын адам кәсіпкер. Кәсіпкер кім? Басқалар ұйықтап жатқанда, қыдырып, көңіл көтеріп, ойнап жүргенде кәсіпкер жұмыс жасап жатады. Бұндай салмақты тек еркіндікті шынайы аңсаған жандар ғана көтере алады. Кәсіпкер кім? Басынан бастап кәсіпкердің иығына түсетін осы міндеттер кей адамдардың кәсіпті бастамай жатып, желі шығып қалуына себепкер болады. Бұл адамның жеке басының өмірдегі кездесетін қиындықтарды жеңе алатын қасиетін тексеру десе болады. Бойыңызда кәсіпкердің қасиеті болса, сіз өмірдегі кездесетін барлық қиындықтарды қасқайып, қарсы шығып жеңе аласыз. Сіздің алдыңызда міндетті түрде қиындықтар кездеседі. Ол өмірдің заңы. Ұялшақ және ынжық адамнан кәсіпкер шықпайды. Кәсіпкер кім? Маман кәсіби деңгейін өсіруді, білімін толықтыруды көздейді. Ал кәсіпкер проблемаларды шешіп, мүмкіншіліктерді пайдалануды, жаңа тәуекелді талап ететін идеяларды көздейді. Кәсіпкер кім? Кәсіпкер уақытының көбін өзінің тұтынушыларымен араласуға, олардың мұң-мұқтажын білуге арнайды. Өзін тұтынушылардың орнына қойып, солар сияқты ойлай алады. Тұтынушылардың қазіргі және болашақ қажеттіліктерін олардың өздерінен артық біледі. Жетістікке жете алатын кәсіпкер кім? Күн сайын соңынан қуалайтын нақты мақсаты бар адам. Қызметіне не өніміне қалтқысыз сенеді. Үнемі бірден істеп жүреді. Кәсіпкер жайбарақат жүрмейді. Оларда әрқашан уақыт тапшы. Олар қиялдай алады, ойлап таба алады. Олар табанды, қайсар және шексіз оптимист. Олар үнемі қалай тұтынушыларымды таң қалдырсам деп ойлап жүреді. Жетістікке жете алатын кәсіпкер кім? Олар бар жан тәнімен жетістікке жетуге құштар. Олар өмірін бірнеше жылға жоспарлай алады. Басқаларға қарағанда өзінің осал және мықты жақтарын жақсы біледі, соны пайдаланады. Қайтадан басынан бастауға қорықпайды. Олардың басты және жалғыз мақсаты ақша табу ғана емес. Олар үнемі жетілгілері келеді. Олар жаңалыққа құмар. Олар басқа адамдарды рухтандыра алады. Олар өздерін кереметтей үлкен қатерге, қауіпке бара жатырмын деп ойламайды. Олар ең басты адамдар тұтынушылар жақсы екенін жақсы түсінеді. Олар проблемалардан қашып құтыла алмайтынын,
және олардың міндетті түрде болу керек екенін жақсы түсінеді. Проблема қашан бітеді? Проблема қашан бізді қандай адам екен дегенде, жақсы адам екен, жақсы адам еді, жақсы адам деп шығарып салғанда ғана бітеді. Олар осыны түсінеді. Олар сабырлы, нақты керек істерді ғана істейді. Олар біреуден керек нәрсесін сұрап алудан ешқашан қорықпайды. Оларды қорқыту қиын. Олар барымен бөлісуге дайын. Олар табанды, қайсар. Кәсіпкердің басты мотивациялары өз болашағын өзі басқару. Кім боласың, қандай өмір сүресің, ол өзің өлесің деген Мұқағали атамыздың қағидасымен өмір сүреді. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деген Сұлтанмахмұт Торайғыровтың ұстанымымен толық келіседі. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап деп айтқан Абай атамыздың өсиетін ұстанады. Олардың басты мотивациясының тағы бірі жұмысы мен жеке өмірін ұштастыру. Құрметті көрермен, мен 4 жылдан бері көптеген кәсіпті талқыға салып, ақ қарасын ажыратып бердім. Сол талқылардың әсерінен көптеген кәсіпкер өзін банкроттықтан сақтап қалды. Біраз кәсіпкер өз кәсібін жаңа бір деңгейге шығарып табысын еселеді. Енді біз барлық осы күнге дейін жасалынған кәсіптік талқыларды сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Мен бизнес талқы каналы арқылы 30 жылдық кәсіптік тәжірибемен бөлісетін боламын. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бизнес талқы каналына төменгі сілтеме арқылы өте аласыз. Сен кәсіпкерсің бе? Сен белсенді іскерсің бе? Не бойыңда көбіне қызметкердің, маманның ғана қасиеті бар ма? Сәтсіздікпен құлауды қасқайып қарсы аласың ба? Бәрін жоғалтып алып, нөлден бастауға шамаң жетеді ме? Сен тік және ашық адамсың ба? Сен болған жағдайларға сараптама жасай аласың ба? Мәселенің, проблеманың түбіне дейін анықтап, содан кейін оны шеше аласың ба? Сен қиыншылық келгенде беріле салуға дайынсың ба? Өте алмайтын кедергі кездестіргенде шығатын түрлі жолдар іздей бастайсың ба? Сен саудаласа аласың ба? Өміріңде бірдеме сатып көрдің бе? Бір есіктен бетін қайтса, екінші есікті қағып кіре аласың ба? Қолда бар нәрсені пайдалана аласың ба? Сәтсіздіктерді қалай жеңіп жүрсің? Жай ғана кедергі емес, күйрей құлағанда қалай тұрып жүрсің? Осы сәтсіздікті болашақ жетістікке айналдыра аласың ба? Табанды бола аласың ба? Жетістіктерге жету үшін қайта қажырлана тырмыс аласың ба? Өмірде ешқашан тегін нәрсе, халява болмайды. Сен тәуекелге бара алу керексің. Көзсіз тәуекел емес, бірақ сен кей жағдайларда тәуекелге бел байлап, рисковать етіп, сәтсіздікке ұрынып үйренуің керек. Егер бір нәрсеге көзің жетіп, қатты сенсең, соңына дейін баруың қажет. Есептелген тәуекелге бара алу кәсіпкердің өмір салты. Бірақ кәсіпкер үшін ол кереметтей бір рахат сезім. Ол үшін өмірдің мәні. Шанс. Кәсіпкер үнемі бизнесте, өмірде өзіне бақытты сәт беретін, шанс беретін сыртқы өзгерістерді бақылап отырады. Кәсіпкер кездесіп қалған сәтті бірден танып қояды да, бірден оны жіберіп алмай қолдана алады. Кәсіпкер шешім қабылдаудан қорықпайды. Кәсіпкерді қозғайтын күш жетістікке жету құштарлығы. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің. Барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық, мәңгілік өлмейсің деген Шәкәрім бабамыздың өсиетін олар түсінеді және ұстанады. Адамды бақытты қылудың жалғыз ақ жолы бар. Ол барлық күш-жігеріңді үлкен бір мақсатқа жетуге арнау. Бүгін біздің елімізге табиғаттың берген қажыр-қайратын аямай жұмсай алатын адамдар керек. Гете деген ақылман, мен өлгенге дейін өзімді 100% сарқа қолданғанымды қалаймын деген екен. Қалғанша жарты жанған мен сенікі, пайдалан шаруаңа жара салас деп Міржақып Дулатовтай айталады. Енді Алланың шапағаты тиген жан кім десеңіз, бойындағы табиғат берген қабілетімен жан дүниесін өзі құлай сүйгенісіне қалтқысыз арнай алған адам Алланың шапағаты тиген адам. Шынайы бақыт деген не? Көптеген адамдарға бақыт үнемі барлық ойы, сезімі өзінің ісіне арнау. Біз бір іске жан тәнімізбен берілмейінше шынайы бақытты бола алмаймыз. Галсусори деген адам айтыпты. Еңбектің өзі әдетке айналғанда біз өзімізді шынайы бақытты сезіне аламыз. Тайл Буаст. Егер адамда арман болмаса, ол ұзаққа созылған өлім деген сөз. Сіздің арманыңыз болмаса, күн сайын сіз өлімге қарай бір күн жақындадыңыз деген сөз. Ал егер арманыңыз болса, күн сайын арманыңызға қарай бір күн жақындадыңыз. Жасампаз адам
Мен өзім еңбекқор деген сөзді анша ұнатпаймын. Мен еңбекқор емес, жасампаз адаммын. Бір күнде дем алмаймын. Мен істей алатын ісіме қарағанда мүлде аз істер атқарғаным сезінгенде қатты қорқамын. Кешегі Әлихан Бөкейхан бастаған алаш ардақтылардың еңбектерін оқып отырған кезде өзімнің солардың 1% істей алмағанымды түсінген кезде менің жүрегімде қатты қорқыныш ұялайды. Мен келмеске кетермін түгендірмей деп Абай атамыз айтқандай, мен де түгендірмей кетемін ау деп қорқамын. Өкінбен мен де бір күн өлемін деп, өкінем ұқсата алмай келемін деп жазған екен кезінде Қасым Аманжолов ағамыз. Сонымен қорыта айтқан кезде бойыңызда осы кәсіпкерлердің қасиеті болса, сіз өмірде кездесетін қиындықтардың бәрін жеңе аласыз. Осы қасиеттер бар ма жоқ па, сіздің бойыңыздағы қасиетіңізді тексеретін рентген. Сіз үшін жағымды жаңалық. Осы кәсіпкерге керек қасиет, яғни өмірдегі қиыншылықтарды жеңе алатын қасиетті сіз өзіңіздің бойыңызға сіңіре аласыз. Батылдық пен қорқақтық, сенімсіздік пен сенімділік, тәкаппарлық пен қарапайымдылық, мейірбандық пен қатыгездік екеуінің арасы бір ақ адам екен. Адам баласы Алла тағаланың ерекше махаббатпен жаратылған құбылысы. Адам баласы миын, эмоциясын, өзінің күйін басқара алған адам бойындағы жаман қасиеттен құтылып, жақсы қасиеттерді сіңіре алады. Оның төте жолы нейробиология, нейрофизиология ғалымдарының қазіргі зерттеп қол жеткізген еңбектері арқылы медитация жасау. Сол кезде адам бойындағы жаман қасиеттерінен түгел аршып алып тастап, орнына жаңа қасиетті сіңіре алады. Егер де осы кәсіпкердің қасиетін бойыңызға сіңіргіңіз келсе, біздің каналға тіркеліп алыңыздар, біздің видеоларды көріп жүріңіз, біз берген жаттығуларды жасап жүріңіз. Сол кезде өміріңіз кереметтей аз уақытта өзгере бастайды. Мен оған кепілдік беремін.